Міне бүгінгі күнде Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының достығы міне бүгін жаңа деңгейге көтеріліп жатыр. Себебі жақында ғана Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Өзбекстан Республикасының Бұхара облысы Бұхара қаласына іс-сапармен келіп, екі елді маңызды мәселелерді көтеріп, достықты нығайтуды жаңа деңгейге көтерген еді. Сәлден соң Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Миромонович Мирзиёев Қазақстан Республикасының Түркістан қаласына іс-сапармен барып, және де ол жерге Өзбекстанның атынан Қазақстан халқына деген Түркістанда үлкен ақ мешіт бой көтерді. Және сол мешітті Қасым-Жомарт Кемелұлы мешіттің атын Мираман ата деп мешітті атап, үлкен екі халықтың достығына, екі халықтың ынтымақтығының нығаюына және де бір жаңа қадамға бастап берді. Міне бүгінгі күнде екі елдің достығы арта берсін, екі елдің достығы нығая берсін, жылдан жылға достығымыз арта берсін, дүниеміз тыныш болсын, халқымыз бай болсын, ұлтаралық татулығымыз, достығымыз мәңгі болсын. Qozoq qavmu qarindoshlarim, ikki millat, ikki xalq qondoshlarim, bir-biriga yelkadosh yo'ldoshlarim, ikki qo'shni davlat azaldan bir tan, biri qozoq, biri o'zbekka vatan. Ko'zlab olgan yo'l, urfu odat o'tmishlari o'xshash el. O'zbek qozoq bir-biridan o'zmas qo'l, qardosh xalqimiz baxtu iqbol yarashgan, hamma bizga havas bilan qarashgan. Shoiri abayni birga yod etib, aytike to'lebilar ruhin shod etib, o'lmas aslo buyuklarni unutib, ikki qo'shni davlat azaldan bir tan, biri qozoq, biri